ерлан комнатасына кірсек, осындай бардак болып жатыр. Мынау не үшін былай жатыр деп сұрасам, бұлар жайып қойдым дейді ғой. Ё-мо, четко жаяды. Киімдер нормально жайылып тұр да. Мынау нәскилер осылай жайылып тұр. Бәрін қазір жинау керек. Мына жақтың бәрі бардак болып жатыр ғой. Че-то? Қазір жаман емес. Үйге кірдік. Мына жақта тоже жатыр кісілер. Не бітіріп жатсыңдар? Не бір ұйықтамағандар. Иә, не бір ұйықтамағандар. Таза ауамен сырласып жатыр. Не бір Таза ауамен сырласып жатыр. Не бір бармайды бір жерге шақырсын. Да? Жүрсек кетіп тамақ ішкелік. Қайақтармен барам. Точно? Айдаттан қада кетеді қыз. Расың ба? Ұйықтап жатса таң қалмаймын қазір. Жоқ, Все, ждем. Не? Пельмені шығып тұр. Күшті шығып тұр, тамақ ішейікші. Барамыз қазір. Қазір Эмпайрске келдік. Біздің бірінші заказ келді. Нашта зайка бар. Еще на жерде PlayStation. И как всегда мына кісі ұйықтап отыр. Ладно, қазір ұйықтай берсін. Біраздан кейін айтатын боламыз. Цезарь кел. Зарина дәмін көретін болады. Дегустация де. Давай. Қалай екен? Прямо андай. Острый екен, а? Қазір самый любимый заведениялардың бірі осы Эмпайрс болып жатыр. Және де сіздерге бір күшті нәрсе айтқым келіп жатыр. Егер де араларыңызда кальян шекетін жандар болатын болса, сағат 7-ге дейін кальяндардың барлығы 2000 теңгеден екен. Сондықтан да үлгеріп қалыңыздар. Сағат 7-ге дейін отырсаңыз болады. Ал 7-ден кейін уже 3000, 4000, 5000-ға дейін барады. А былай тамақтар өте тәтті және де скидкамен жүріп жатыр. Мен атымнан барсаңыздар да скидка жасап беруі мүмкін. Сақталыңыздар. Мынау Жан, мынау Зарина, мынау мен, мынау Тал, мынау сумка, мынау біздің аяқ, мынау біздің сотка, мынау жайылып тұрған кілем, мынау жерде жатқан жапырақ, мынау асылып тұрған Зарина, мынау мен посылкам. Стористен осылай құтылып кету деген бармет не? Енді 99 сторис деген оңай емес. Сондықтан солай салып жатырмын. Жаңа көргендеріңізде клубника келді маған. Сонда дәмін көргім келіп жатыр десеңіз. Бөлісейміздер. Көретін боламыз. Четко екен. Мен бүгін клубникаға тойдым ғой. Даже 10-15 минут өткен жоқ, бірақ біз бәрін жоқ қойдық. Дерзкий екен, последнесін жеңдеп отыр. Вот. Іші, короче, там свежий, прям клубникасын айтамын. Дерзкий екен. Сенің үйде отыра алмайтын дос қызым болып тұр ғой. Үйге келе сап киімді ауыстырып, қайтадан шықтық прогулкаға просто так. Просто үйде отырсам жүрегім қысылып кетеді бар ғой. Да күшті. Жалпы қанша сторис болды негізі? 99-ға жетпеген сияқты. Не салам басқа? Или давайте андай істейміз ба? Совет айтайын ба? Күшті оқымысты болып. Сол что-то шаршап қалдым. Ұйқым келіп жатыр. Еще деген зарядкамда өліп жатыр. Естейсіздер, аяйсыздар ма мені? Аямайсыздар ма? Бұл вообще не хорошо. Қазірден бастап өтетін болса, кейін не істейді айтшы. Так что қазірден бастап просто айырылысып кете сал. Бұл саған жақсырақ болады. Просто кейін бала туып, кейін білмем қиын болады. Жоқ, ешқандай да шрам жоқ. Просто мне непривычно без челки. В принципе, просто 4 жасымнан бері челкам бар да. Бір рет алып көргем, но по-любому түріме үйренбегем. Просто тупо үйреніп қалғам ғой. Әй, білмеймін, білсем өзім айтатын едім ғой. Қашан жасайтын білмеймін.